Қайырлы күн достар, бүгін сіздерге Pinduoduo сайтына толық обзор жасайтын боламын. Ең алдымен сайтқа кіреміз. Сайтқа кіргенде төменгі жағында осындай үйшіктің суреті тұр. Бұл бізде басты бет болып саналады, осы жердегі. Ал мынау екінші батырма теледидардың суреті тұрған. Бұны бассаңыз, сатушылар осылай тікелей эфирде өздерінің заттарын рекламалап сататын болады. Өстіп көре беретін боласыз әртүрлі заттарды. Келесі бұл жерде видеолармен рекламалаған заттарды осылай өтіп көреміз. Төменгі жағында 14 деп тұрған, бұл жерде жеңілдік жүріп жатқан заттарды көрсетіп қойған бізге. Келесі мына жердегі сообщение бөлімі, яғни бұл жерге сізге продавецтердің жазған сообщениелері және сіздің заказ берген заттарыңыздың қай жерге келгені, сол туралы көрсететін болады. Ал мынау төменгі жағындағы бөлімге өтсеңіз, бұл сіздің жеке бетіңіз, яғни профиль дейді ғой, сол бөлімді айтады. Бұл жерде осындай бөлім және осы жерге қайтадан басты бетке қайтадан оралатын болсақ, жоғарғы жағында іздеу бөлімі. Осы жерге сіз қандай да бір өзіңізге керек затты қытайша жазып немесе орысша жазып іздесеңіз болады. Егер осы жерде тағы бір мысалға брендтарды іздейтін болсаңыз, егер Зараны іздейтін болсам, мысалға былай жазсаңыз, сосын төбесінде осыны, одан кейін А деп бассаңыз, Зараның киімдерінің арзандау түрлерін көрсетеді, яғни люкс качество дейді ғой, тура сондайдағы киімдерді көрсететін болады. Мысалға Омано деген киім, ұқсайтын киімдерді көрсетеді. Немесе өзіңізге керек затты Google переводчикқа кіріп, мысалға орысшаны қытайшаға аударып аламыз. Шапка деп іздеп көрейік. Қазір менде істет дұрыс ұстамай тұр. Жарайды, осылай іздейтін боламыз. Өстіп переводчикқа салып, орысшаны қытайшаға немесе қазақшаны қытайшаға аударып іздесеңіз болады. Мына жерге келесі бізде камерамен іздесеңіз болады, яғни скриншот алған заттарды іздесеңіз болады. Келесі бізде мысалға сіз товар іздедіңіз, одан кейін оның қандай екенін, қанша адамға өткенін көруге болады. Мысалға мына киімді алайық. Бұл әйелдер киімі. Мынау қара батырма, қара тұр ғой осы жердегі. Бұл қара Қытайдың бренд киімдерінің бірі болып есептеледі. Қытайдағы бренд киімдер. Және мысалға магазиннің аты 100% оригинал деп тұр. Сонымен қатар мысалға төменгі жағында жүрекше батырмасын басып қойсам, бұл менің картинкама сақталады. Егер сіз осы киімнің қандай екенін, размерлері қалай жүретінін сұрағыңыз келсе, яғни сатушыға сұрақтарыңыз болса, төменгі жағындағы сообщение батырмасын басып, мына жерге кнопканы басып, ары қарай сөйлесе берсеңіз болады. Осы продавецпен. Мысалға сізге жазып жатыр осылай. Осы сөзді аламыз да, екінші тұрған батырманы басамыз, копировать етіледі. Переводчикқа алып келіп, мен сізге қандай көмегім қажет деп тұр. Осы секілді өстіп жаза беретін боламыз. Маған мысалға бұл киім материалы қандай, яғни қандай матадан тігілген деп сұрап көрсеңіз болады. Ал мынау төменгі жүрекшенің қасындағы сол жағындағы батырманы бассаңыз, осы дүкеннің бетіне кіре аласыз. Қандай киімдер сатады осы дүкен, толығымен көресіз. Мысалға мына киімді 14,8 юан дейді. Бұны 6,5 деп тұр ғой, 6,5 мың адам алған. Және осыған кіреміз.
Мысалы біз мына киімді көріп жатырмыз. 1000 адам алған бұны. Комментарийдан көрсек болады. Киім қалай келгенін, қалай тұратынын. Міне осылай көретін боламыз. Төменгі жағын басқанда, мына жерде сұр тұр ғой, 22 деп. Бұл отзывтар не очень деген, яғни көбісі ұнатпаған деген адамдар. Қазір менде істеп дұрыстамай тұр. Осы жерді бассаңыздар, дұрыс пікір білдірмеген адамдарды көресіз, яғни киім ұнамай қалған немесе тігісі дұрыс болмаған деген секілді. Міне осылай, және мына жерде жасыл батырма тұр ғой. Осы жерде 48 деп тұр. Көліктің қасындағы. Бұл 48 сағат ішінде осы киімді сіздің адресіңізге жеткізіп береді деген сөз. Егер сіз түсінбей жатсаңыз қатты, осы бетті толығымен скриншот жасап, сосын переводчикқа салып көрсеңіз болады. Мына жерде камераны басамыз. Міне осы жерден көрсеңіз болады. Сөйтіп жақындатып немесе осылай көре бересіз. Мысалға осы киім ұнағаннан кейін өзіме корзинкама сақтау үшін жүрекше батырмасын басқаннан кейін өзіңіздің бетіңізге өтесіз. Осы жердегі жүрекше тұр ғой. Осы жүрекшенің ішінде сақталатын болады. Сосын ұнаған товарыңызды алатын кезде таңдайсыз ішінен. Қандай размер киесіз? Мысалға S. Қандай түс ұнайды сізге? Қарасы немесе ағы. Бұл 15-29 юан. Енді 15-29 юанды теңгеге айналдыратын болсақ, қазір айналдырып көрейік. 15-29 1037 теңге екен. Бізде бұл киім 1037 теңге болады. Және осы жерден басқаннан кейін осын басасыз, қызыл батырман сізде сақталады. Егер сіз осы киімнің тағы басқа түсін алғыңыз келсе, астында плюсик батырмасы тұр ғой, осын бассаңыз, сіз ақ түсін немесе ақ түсінен М размерін алсаңыз болады. Осылай М-ді бассаңыз, не осы жерде тұр. S-тан біреу, М-нан біреу деп. Осылай алатын боласыз. Келесі мына жердегі жүрекше батырмасы. Бұл жерде екінші батырманы бассаңыз, мына жердегі сіздің картаңыз, Каспий картаңыз немесе басқа да карталарыңыз тұрады. Төлем жасайтын картаңыз. Және осы жерде мына жерде сағат тұр ғой. Бұл міне кошелектен бастайық. Бұл зат төленген заттарыңыз. Сіздің қандай да бір затты алған кезде заттарыңыз кететін, яғни жолға дайындалатын кез, отправка болатын кездері мына жерде тоже сондай. Мына жердегі көліктің жоғарғы жағында 15 деп тұр. Бұл сізге келе жатқан товарлар. Сонымен қатар мына жерде жұлдыз тұр. Бұл отзыв жазатын кезіңіз. Алған заттарыңызға отзыв жазасыз. Ал мына жоғарғы жағындағы 747-774 деп тұр ғой. Осының төменгі жағындағы геолокацияда бөлініп тұр ғой. Осы жерден каргоңызды тіркейсіз. Мысалға мынаны басып, каргоңызды тіркей бересіз. Бұл жерге каргодан сіздерге кеңес беремін. Айша каргоға тіркеліп алсаңыздар болады. Өте сенімді карго және жеткізу уақыты да тез. Егер комментарийға осы Айша карго туралы толық тіркелгіңіз келсе, Айша карго деп жазып кетіңіз. Мен сізге толық ақпарат беремін және тегін тіркеп беремін Айша каргоға. Өте сенімді карго. Қазақстанның барлық жерлерінен ашылып жатыр қазір. Осылай достар.
Егер менің видеом пайдалы болса, каналыма жазылып лайк басып кетіңіздер. Және келесі видеоларды жіберіп алмас үшін